Оксалин майын қолданбаған адам кемде-кем болар. Не үшін жағады деген сұраққа келсек, вирустан қорғау үшін, яғни тұмау, яғни ЖРВИ, ОРВИ аурулардың алдында осы ата-аналар балалардың мұрын қуысын ішіне оксалинді жағып жатады. Бірақ шын мәнінде ол вирустан қорғайды ма деген сұрақ туындайды. Бұрынғы яғни СССР кезінде оны жиі қолданған. Бірақ қазіргі таңда зерттеулер бойынша бұл жақпа майдың тиімділігі өте төмен екендігі анықталды. Мұрын кілегейл қабатының қызметіне қысқаша тоқталып кетсек, ол ауаны ылғалдандырады, салқын ауаны жылытады және мұрын қуысына енген бактерия, вирус, аллерген, шаң тозаңдардың бәрін ұстап қорғанышты қызметін атқарады. Ал біз оксалин майын жағу арқылы кірпікшелердің қызметіне кедергі келтіреміз. Өйткені май арқылы ол кірпікшелер бір-біріне жабысып қалады да өз қызметін дұрыс атқара алмайды. Егер оны бір майдың бөлігі өкпеге түсіп кететін болса, тіпті одан да ауыр асқынуларға, сирек кездесетін қауіпті ауруларға алып келуі мүмкін. Бұл жақпа майдың орнына мен сіздерге теңіз суларымен, 0,9% натрий хлор изотониялық ерітінділермен шаюға кеңес беремін. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша контенттің дамуына үлес қоса отырып, каналға тіркеліп, лайк басып, қандай аурулар туралы білгілеріңіз келетінін комментарийға жаза кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.